Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Babu ma la yufsidis sawma. Orazаны buzbaytın жағдайлар. Wa huwa arba'atun wa ishruna shay'an. Ол қанша нәрсе екен? 24 нәрсе екен, я? 24 нәрсе оразаны бұзбайды екен. 24 жағдай оразаны бұзбайды. Біріншісі, ма лау акала, бір адам жесе, әу шариба, немесе ішсе, әу жамаа, немесе жыныстық қатынасқа түссе, қандай халде? Нәсиян, ұмытқан халде. Ұмытып жесе, ұмытып қатынасқа түссе, ораза не істейді екен? Бұзылмайды. Есіне түскен сәтте тоқтата қою керек. Есіне түскен сәтте тоқтата қою керек екен. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Иза акала саиму насиян ау шариба насиян." Ораза ұстаған адам ұмытып ішіп немесе жейтін болса, "Фа иннама хуа ризқун сақаху Аллаху илайхи." Бұл Алланың оған жіберген бір ризығы дейді. Деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан екен. Ұмытып ішіп жесе, қателесе бұзылады оның десінде, жарай ма? Ал енді ұмытып ішіп жеген адамның тағы да жалғастырып айтады: "Ва ин кана линнаси", ұмытып ішіп жеген адам болса, "Қудратун аля сауми", ораза ұстауға қауқар бар адам болған болса. Ол кезде ішіп жегенін көріп жатқан адам не істейді? "Юзаккируху бихи ман рааху якулу". Жеп жатқанын көрген адам не істейді ол адамға? "Юзаккируху", есіне түсіреді. Сен ораза емессің бе деп айту керек. Жарай ма? Ва куриха адаму тазкирихи, ескертпей қойса макрух болады екен. Сен біліп тұрып ішіп жатқан ораза екенін біле тұра ескертпесең макрух болады. Ва ин лам якун лаху қуатун, ал енді қауқары жоқ адам болса дейді. Қария болуы мүмкін, немесе сондай бір адамдар болуы мүмкін, өте нәзік, әлсіз, әлжуаз. Сен көріп тұрсың ораза екенін ұмытып ішіп жатқан, тамақ ішіп жатыр, кәдімгі обед ішіп жатыр. Ол кезде фәл әула адаму тазкирихи, дұрысырағы ескертпей қойған дұрыс дейді. Түсіндір ме? Ескертпей қойған дұрыс. Себебі жаңа хадисті айтып өтті, бұны Алла тағала өзі ішкізіп жегізіп жатыр деген хадис бар. Жарай ма? Келесі оразаны бұзбайтын жағдайлары: "Әу әнзәлә би назарин", бір әуретке қарап тұрып инзал қылса дейді. Мәни келсе, әуретке қараған кезде, әлбетте бұл нәрсе харам нәрсе, білесіңдер. "Әу фикрин", немесе ойлаған кезде мәни келсе, "Уәйн әдәмән назара вәл фикра", тіпті ол ойлауды, қарап тұруды ұзақ уақытпен жалғастырып, сөйтіп келсе дағы, ол не істейді екен? Оразаны бұзбайды. Ал бірақ қолмен істесе не болады? Ол кезде ораза бұзылады. Кафарат керек емес, бірақ. Кафарат керек емес. Жарай ма? Ойлап немесе қарап тұрып шығарған болса, ол кезде ораза бұзбайды деп айтқан екен. Әу иддахана, немесе денесінің қандай да бір жеріне май жасайды. Бұрында мысалы сақалына, шашына зәйтүн майын жағатын болған. Тағы сол сияқты нәрсе. Оразаны не істейді? Бұзбайды. Аузынан, мұрнынан бір жерден кетіп қалмаса, ол ең бастысы. Әу ихтакала, немесе көзіне сүрме жақса. Тіпті уәләу вәжәдә таъмаху фи халқихи, соның иісін тамағында сезсе дағы дейді. Тамағында сезсе дағы, ненің иісін? Көхілдің иісін, сүрменің иісін тамағына сезсе дағы, ол не болмайды екен? Оразаны бұзбайды. Жарай ма? Оразаны бұзбайды. Ау ихтажама, немесе хижама жасатса, ау иғтаба, немесе иғтаба деген не деген сөз? Иғтаба деген сөз ғайбат айтса деген сөз.
Әлбетте бұл оразаның сауабын кемітеді, бірақ не болмайды? Күнә болып, күнә болатындығы рас, ғайбат айтқан болса дұрыс па? Ал бірақ не болмайды екен? Оразаны бұзбайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде ораза ұстап жүріп бір-екі қыздың ғайбат айтқандығы жайында, олардың оразасы бұзылды деген жайында хадис келді. Бірақ ол жердегі мақсат, оның мағынасы не деп айтты ғалымдарымыз? Оның мағынасы сауабының жоқ екендігін айтып отыр. Яғни ғайбат айтудың күнә екендігін айтып отыр. Хижамат жасатқан болса, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадис бар: "Афтарал хаджим вал махджуму". Хижамат жасаушы да, хижамат жасатқан адамның да оразасы ашылды деген хадис бар. Бірақ бұл хадис муаввалун би зихазахабил аджри. Сауабының жоқ болғандығын айтып жатыр дейді. Әлбетте бұл жерде хижамат жасатса болады. Бірақ егер әлсіреп қаламын деген болса, хижамат жасатпаған абзал. Бірақ хижамат жасатқан болса, немесе қолының қандай да бір жерінен анализ үшін тағы бір себеппен қан алған болса, ол оразаны не істейді? Бұзбайды. Оразаны бұзбайды, жарай ма? Себебі оразаны кірген нәрсе бұзады, шыққан нәрсе бұзбайды деген бір жалпы қағида бар. Жақсы. Әу немесе нәуәл фитра, оразасын ашуды ниет етсе, бірақ уәләм юфтир, оразасын ашпаған болса, ол кезде не істейді? Ораза бұзылмайды. Кейде адамдар күмән алып қалуы мүмкін, бүгін оразамды ашамын қазір деп ше, бірақ ашпай қалды. Ойлап қалуы мүмкін, оразамды ашамын деген едім, оразам ашылып кетті ғой деген сияқты ой келсе дағы, ол адамның оразасы не істейді екен? Бұзылмайды, жарай ма? Ниетті, дұрыс айтады, ниетті амалмен бекітпейінше жүзеге аспайды. Ниетті амалмен бекітпейінше жүзеге аспайды. Немесе әу дақала халқаху духанун мила суннайхи. Немесе тамағына түтін кірсе дейді. Мила суннайхи, өзінің еркінсіз дейді. Мысалы, үйдің түтіні, мысалы кейде байқамай кіріп кетеді, мұрыннан ауздан кіріп кетіп жатады, дұрыс па? Өзің қалап кіргізген жоқсың. Ол нәрсе оразаны бұзбайды. Әу немесе ғубарун, шаң тозаң кірсе дейді. Ғубарун, шаң тозаң кірсе, о да бұзбайды. Уәләу ғубарат тахуни, тіпті ол диірменнің шаңы болса дағы деп айтқан екен. Мысалы, диірмен жасап жатқан кезде, қасынан өткен кезде қаншама шаң болады. Дұрыс па? Жұмысшылар болуы мүмкін сол жердегі. Ол адамның кірсе дағы не істейді екен? Оразасын бұзбайды, жарай ма? Әу зубабу, немесе шыбын тамағына кетіп қалса дейді. О да бұзбайды екен. Әу әсәру та'мил әдуияти, немесе дәрінің дәмі фихи, сол аузында, тамағында сезілсе дейді. Мысалы, алдын бір дәрі ішкен болуы мүмкін. Соның иісі, дәмі тамағына келіп тұрса, уәхуә зәкүрін ли саумихи, ол адам ораза екендігі есіне түскен халде, ораза екендігін біле отырып, осындай бір нәрсе орын алған болса, ол дағы оразасын бұзбайды. Жарай ма? Зұлымды пастада кіреді осыған, ауыз бектер бұрын тамақ жепсін жол болсын. Иә, ол да кіреді, ол да кіреді, себебі бұндай нәрседен сақтану қиын дейді. Ораза екенін біле тұрып та. Келесі оразаны бұзбайтын жағдайлардың біреуі әу асбаха жүнубән, жүніп күйінде таң атырса дейді. Яғни қалай түсінуге болады? Мысалы, бір адам түнде жүніп болды. Түнде жүніп болды, сосын сәресі уақытына бір 20 минут қалғанда тұрды. Сәресі уақытына жаңағы
таң намазының уақытына сәресінің шығуына 20 минут қалған кезде тұрды. Бұл адам ғұсыл ойнайын десе сәресі жалмайтын сияқты. Не істейді енді? Бірінші сәресін ішіп аузын бекітіп алады, сосын таң намазының уақыты кірген болса дағы айырмашылығы жоқ, ғұсылын ала береді. Жарай ма? Тіпті мына жерде айтады: "Уалау истамарра яуман бил жанабати", жүніп күйінде бір күн бойы жүрсе дағы дейді. Бір күн бойы жүніп болса дағы ол адам оразасына бір кедергі жоқ. Бірақ мұсылман адам бір күн бойы жүніп жүрмейді. Неге? Себебі намаз оқиды ғой. Намаз оқитын адамға ғұсыл алу парыз. Намаз оқитын адам бұл жүніп нету керек? Жуыну керек. Демек, жуынбады деңіз бұл адам намаз оқымады деңіз, ол күнә болып есептеледі. Ол үлкен ауыр күнә болып есептеледі екен. Келесісі: "Әу сатба фи ихлилихи маан", немесе саппа кіргізсе деген сөз. Ихлилихи ер адам мүшесінің ішіне су кіргізсе дейді. Әу духна, немесе бір дәрі сияқты майды кіргізсе дейді да. Май кіргізсе, ол кезде не істейді? Ораза бұзылмайды. Жарай ма? Ораза бұзылмайды екен. Әу хадда, немесе нахран, бір өзенге сүңгіп кетсе дейді. Сүңгіп, дұрыс па? Өзенге сүңгісе дейді. Жүзіп кетсе, өзенге түссе дейді. Фадахалал мау узунаху, сөйтіп су құлағына кіріп кетсе, не істейді ол кезде? Оразасы бұзылмайды. Себебі бұл жерде зәрулік бар дейді. Бірақ бұл жерде мына нәрсені ажыратып алу керек. Егер ғұсыл алған кезде, суға түскен кезде құлақтан су кірсе, оразаны бұзбайды. Бірақ мұрнынан ауыздан кетсе, ораза бұзылады. Екінші бір нәрсе бар. Егер құлағына әдейілеп су тамызса, ол бұзады. Ал мына жерде неге бұзбайды деген себебі ол кезде зәрурет бар. Зарурет бар ол жерде. Ол жерде не бар? Зәру жағдай бар. Құлағын бітеу қиын болуы мүмкін. Ал енді әдейілеп құлағына су, май, немесе кез келген нәрсе кіргізетін болса, ары қарай асқазанға кетсе не болады екен ол? Оразаны бұзады. Жарай ма? Жақсы. Әу хаққа узунаху биудин. Хаққа деген шұқса деген сөз. Құлағын бір ағашпен шұқса дейді. Құлағын бір ағашпен шұқса, фахаража алейхи даранун, ол құлағының ішінен бір лас нәрсе шықса, сумма адхалаху, кейін ол лас нәрсені кіргізсе, мираран иля узунихи, құлағының ішіне бірнеше рет кіргізсе дағы ораза не істейді екен? Бұзылмайды екен. Дәрі тамызса оразаны бұзады. Себебі ол кезде зәрулік жоқ. Жарай ма? Ол жерде зәрулік жоқ екен. Фадхалаху деген сөз жаңағы ағашты деген сөз. Жарай ма? Сумма адхалаху, жаңағы уд бар ғой, ағашты мираран бірнеше рет құлағына кіргізген болса дағы, ол оразаға ешбір кедергісі жоқ. أو دخل أنفه مخاط،
Дахала, яғни мынау не деген сөз? Басынан адамның бір сіңбірік. Солай айтамыз, сіңбірік дей ма? Сіңбірік келсе дейді да, мұрнына. Дахала анфаху мухатун. Яғни бұның мағынасы дахала деген сөз, кірсе деген сөз ғой. Назила мин расихи, басынан сіңгіріп келіп, васала анфахуге мұрнына жетсе дейді да, мұрнына жетсе, мухат деген сіңбірік екен. Фастан шақаху амдан. Ішіне әдейлеп, мұрнына тартып алса дейді онар сен. Арғалай тамағына жұтып жіберсе, тартып алды, уәбеталааху, және арғалай жұтып жіберді дейді. Ол оразаны не істейді? Бұза ма? Бұзбайды, жарай ма? Сіңбірік келді, арғалай тартып алса, ол оразаны не істейді екен? Бұзбайды екен. وينبغي إلقاء النخامة حتى لا يفسد صومه على قول الإمام الشافعي رحمه الله. Нухама дегеніміз не? Бұл қақырықты айтады. Қақырықты түкіріп тастау керек дейді. Қақырықты. Хатта ла яфсуду саумуху, оразасы бұзылмау үшін. Қаулил имам Шафии рахимахуллах. Имам Шафиидің көзқарасы бойынша қақырық оразаны бұзады екен демек. Имам Шафиидің көзқарасы бойынша оразаны бұзбау үшін қақырықты түкіріп тастаған жақсы дейді. Енді неге бұны айтып жатыр? Себебі имам Шафии мазхабында бұзады екен. Біздің мазхабта да сахих оразамыз дұрыс болу үшін бүкіл мазхаб бойынша оразамыз дұрыс болсын деген ниетпен қақырықты не істеу керек екен? Түкіріп тастаған жақсы деп айтқан екен. Ханафи мазхабында бұзбайды, бірақ Шафии мазхабында бұзады. Ықтият ретінде не жақсы? Төкіріп тастаған жақсы екен, жарай ма? Әу немесе зарағул қайу. Зарағу деген әдейлеп құсуды айтады. Зарағул қайу. Құсық келсе ол адамға дейді. Ол адамға құсық келсе. Өзі құсып атқан жоқ, не істеп жатыр? Құсық келіп тұр өздігінен. Құсық келсе, уә ада және де кері қайтарып алса, биғайри сунаухи. Қалауынсыз арғай кетіп қалса дейді. Уәләу мәләә фәмуху, тіпті оның ауызы толып келсе дағы фис сахих көзқарасы бойынша не істейді екен? Оразасы бұзылмайды, жарай ма? Жаңағы бір адам құсық келді, бірақ өзінің қалауынсыз арғай тағы кетіп қалды. Жалпы өзі қаламай ауыз тола құсса адам ораза бұзбайды. Түсінікті ма? Өзің еркі жоқ құсса адам оразаны бұзбайды. Енді әуистақа немесе истақа деген сөз әдейлеп құсса деген сөз. Әдейлеп құсқан болса ақалла мин мил'i фәмихи аля сахих. Сахих көзқарас бойынша ауыз толдан аз құсса дағы оразасы не істейді екен? Оразасы бұзылмайды. Ақалла мин мил'i фәмихи аля сахих. Сахих көзқарас бойынша ауыз толмаса ол да бұзбайды екен. Демек, ақалла мин мил'i фәмихи аля сахих. Сахих көзқарас бойынша ауыз толмай әдейлеп құсқан болса, оразасы не істейді? Бұзылмайды. Вәләу аадаху фис сахих. Сахих көзқарас бойынша кері қайтадан әдейлеп жұтса дағы деген екен. Аадаху оны не істеді? Жұтып алды. Оразасы не болады бұл кезде де? Бұзылады. Оразасы бұзылмайды екен.
Ау акалама немесе мына жағдайда да оразаны бұзбайды. Ау акалама байна аснанихи тісінің арасында қалып қойған ет немесе тамақты жейтін болса. Ва кана дунал химмисати ол тісінің арасында қалған жұтып қойған нәрсе ноқыттан аз болса дейді. Ноқыт. Ноқат. Ноқат білесіңдер, ноқат. Ноқат көлемінен аз болса бұзбайды екен жарайды. Тісінің арасында қалып қойған жұтып жіберсе. Ол да не істейді екен? Оразаны бұзбайды. Ау мәдағы шайнаса деген сөз. Мисля симсиматин. Симсим сияқты нәрсені шайнаса. Симсим деген не? Күнжүт дей ма? Күнжүт деген білесіңдер ма? Жоқ. Кішкентай бір нәрсе күнжүт сияқты. Күнжүт. Самсаның бетіне қосатын нәрсе. Қара кішкентай. Ана бір ненің үстіне қосады, кішкентай. Байқадың ба? Күнжүт деп айтады соны. Симсиматин. Осылай нәрселерді шайнаса дейді. Мин харжи фамихи аузының сыртында еді ол. Аузына тілімен алды шайнаса, хатта талашат ол тіпті езіліп кетсе дейді. Валам яжид лаха таъман фи халқихи оның тамағында ол жаңағы шайнаған нәрсенің ізі білінбесе, дәмі білінбесе, оразаны не істейді екен? Бұзбайды. Түсінді ма? Ва ахиру дa'wana алхамдулиллахи rabbil alamin.